Алдында основной радиаторларды салыстырғанбыз. БУ оригинал және БУ дубликатты. Өте жақсы қаралым болды. Енді көп кісілердің ұсынысы бойынша радиатор печки, қазір күн суық болғандықтан радиатор печкилардың салыстырмасын көрсетеміз. Біздің алдымызда тұрған новый китайский радиатор, БУ оригинал привозной японский радиатор, және де местный машинадан шыққан, уже өзінікін жүріп тастаған, былайша айтқанда местный тоже оригинал радиатор. Бірінші внешний вид. Қалай ажыратамыз, көп адамның сұрағы. Міне внешний видті былай сыртынан да белгілі. Оригиналда секциялары көп болады. Секция көп болғаннан кейін су көп жүреді и ол жақсы жылтады. Дубликатта секция аз. Алдында основной радиатор сияқты, дәл бұда да секция аз. Ал мынау оригинал болғанымен де бұл уже жүріп тастаған. Міне ішін көрсеңіздер, іші уже тат басып кеткен, мусор жиналып қалған. Мынау уже жылтпайды. Мынаның жылтуы алғашқы салған кезде болады, но со временем бір жағы суық, бір жағы ыстық болып қалады. Салған кісілер жақсы біледі. Ал БУ оригинал саласыз, жақсы жағдайдағы печканың кәдімгідей вопросы шешіледі. Шама жетіп жатса, кәнекей новый оригинал салғанға жетпейді ғой, конечно. Бірақ бұл оригиналдарда, японскиларда өте жақсы жағдайда болады. Оригинал мен дубликаттың айырмашылықтарынан тағы да біреусі, міне оригиналда мынандай ешқандай ребро жет, и міне заводской өзінің штампы тұр. Дубликатта біз енді брендті сызып тастадық, бізге брендті жамандау шарт емес бұл жерде. Міне өзінің парт номері тұр. И алюминийді салыстырған кезде, енді екеуін қатар қойып салыстырған кезде, мынаның алюминийі слабырақ. Ол көзге де көрініп тұр. Одан кейін новый дубликатта мынаны өзіңіз вальцевать етіп аласыз. А бұл уже мына заводской печкадан шыққаннан кейін полностью хомуттары жабық тұрады. Бұл оригиналды аштық. Іші новыймен бірдей тап-таза болып тұр. Местный машинаныкі іші полностью тот басып кеткен. Но уже біткен местный. Но китайский. Оригинал. Бірінші материал китайскийдікі. Таза алюминий деуге келмейді. Мынау таза алюминий, оригинал. Секциясы тура алдында основной радиатор сияқты. Секциясы аз мынаның. Мынада секция көп. Екеуі де екі рядный. Местный. Местныйда сосын тазалап жатады.